Қазақ бала шешесі. Қайт жаратылғанын да білмейді ол. Қазір сол кітаптан алады да, ол кітапта тұжырымдаған ғой ғалымдар. Атымен жазылып тұр. Шешеден боқтамай сөйле, қазір сен уағыз қосып беретін болса, позор боласың қазір. Шешеден боқтау харам екенін білесің ба? Бірақ сендей дін жолынан шыққан адамдарды любой адамды боқтауға турлау үшін нервштетіп жатырмын бұл жерде. Түсінсің ба? Сен қалай туралайсың? Сен дінді қараламасаң туралайтын шамаң жоқ қой. Мен дінді 100% білемін. Мен имам. 1% сен 1% де білмейсің, даже иман шарттарын да білмейсің. Сен соның бәрін жаттап алсың да, дұрыс емес болса хуй жаттап аласың ғой. Дінді қорғауды сендерге қалды ма? Сонда сен сияқты не дінде жүргенін, қашан келгенін, ол діннің не сұрайтынын білмейтін сенің уровень менен кіші болғаннан кейін мен кіріп айтып жатырмын да сен шайылып жоқ болып кетесің ғой. Сенің уровенің қай уровень сонда? Айтшы сонша. Сенен төмен тұратындай қай уровень сенікі? Иман шартын айтып берші маған, 6 иман шартын айтшы. Жоқ, сен бәрін біледі екенсің қарсы. Жоқ, мұсылмандықтың шартын айтшы, сен қай адамды мұсылман деп санаймыз, соны айтшы, көрейін уровень. Мұсылман деп қай адам сен де саналасың қазір? Жоқ, мұсылман саналу үшін калиманы білесің ба? Иманның шартын айтшы. Біріншісі калима, дальше. Иман шарттарын айтшы. Сен жаңа сұрағыңды ашшы. Ашық қойдым мен. Ашық қойдым, сен иман шарттарын айтшы көрейік. Жоқ, сен сұрағыңа жауап берсе өзіңнің. Жоқ, сен менің деңгейім сенен жоғары деген әңгіме. Американец да Винчи дегендердің әңгімесі маған перді кітаптан оқып берейін деп тұрсың ғой. Айналайын, да Винчи деген вообще-то итальянец. Ол одан кейін вообще-то ол конструктор. Хуй знать нахуй, маған кім болса да. Сен пиздец өзің қазақтан кім екенін білмейсің нахуй. Қазақтар туралы сөйлесейік, давай. Қазақтан қай ғалымды танисың, қазақтан шығар. Евней Букетовты танисың ба? Естімеген екен ол адам. Қалай естімейсің сен? Қазақтан шыққан химик атақты, алюминийге байланысты оның зерттеулері бүкіл әлем қолданып. Әлкей Марғұланды танисың ба? Таниды екен. Кім Әлкей Марғұлан? Немен айналысқан ол? Қашан өмір сүрген адам ол? Қазақ туралы сөйлесейік. Шайнай бермейін. Қаныш Сәтбаевты танисың ба? Қаныш Сәтбаев немен айналысқан жалпы? Жоқ, сен кітабыңды ашсай, маймылдан жаралып алып шешейін. Маған нені переводсың. Сен де маймыл екеніңді білесің бе? Мектепті нешеге бітірдің, айтшы маған. Неше бесің бар, айтшы. Өтірікті соқ. Шеше, сен сияқты адам емес мен. Өтірікті соқ. Қазақ әдебиетінен қаншаға шықтың? Қазір сұрасаң жауап бере аласың ба бір нәрсе? Жауап бере алатын. Шеше, ол уақыттан өтіп кетті ғой, қазір мен басқа салада жүрмін. Сонда сен қазір қазақ тілінен қалған жоқ па? Одан кейін кітап оқыған жоқсың ба не қазақша? Қазақтың бір жазушысының бір шығармасын айтшы. Оқыған жоқпын, ештеңені оқыған жоқпын. Бір шығармасын айтшы, қазақтың бір жазушысының бір шығармасын айтшы. Жазушы бар, ақын бар. Көксерек кімнің шығармасы? Көксеректің авторы кім? Кім серек болса да авторын білмейді екен. Не дінді білмейсің, не қазақтың әдебиетін білмейсің, не ғылымды білмейсің. Кімсің сен сонда? Сен ислам дін қолдамайды екенсің. Бізді Құдай жаратты. Сені кім жаратты айтшы? Еврей жаратты. Құран оқығансың ба жалпы? Құранға түскенде ар жаққа оқымаған. Өтірік. Онда сен не оқыдың? Сен не туралы айтайын деп кірдің бұл жерге, айтшы. Сен шайнап жатқаныңды айтайын деп кірдім мен. Сонсың ба? Білмейсің мен не айтып жатқанымды. Мен не айтып жатқанымды білмейсің. Өзіңнің не айтайын деп тұрғаныңды білмейсің. Сен пьяный базар жасауға кірдің ба бұл жерге сонда? Өзің ішіп алған нәрселерің маған пырлагет етпеші. Жоқ, сенде ешқандай суть жоқ қой. Сен не дін туралы айта алмайсың. Сен не ғылым туралы айта алмайсың. Сен әдебиет туралы айта алмайсың. Не қазақылық туралы айта алмайсың. Не айтасың сен бұл жерде? Қазақты в общем, қазақша кім жаратты қазақты? Мақұл. Қазақты отдельно жаратқан ба біреулер бүйтіп? Мақұл, оның арғы ата бабасын кім жаратты? Ол түбіне барады ғой. Сен түбіне барып оқып көрсейсің, оның түбіне қарай барып. Айтса сен жауап берсейсің білгішсің ғой. Мен саған тегін айтуым керек қой сонда? Ой, бля, лайк басу керек қой саған, бля, сол. Лайк емес, сенен ақша алу керек болып тұр. Подарка ма? Иә, подарка алу, ақша алу керек болып тұр сенен. Саған білімнің құнын түсіндіру керек болып тұр да. Тегін келген білімнің құны жоқ. Сен тегін алсаң, қазір оны бағаламайсың сен оны. Сен қанша лайкқа сатып алдың онда? Ақшаға алсаң, ол сол кезде бағалайсың. Саған курс сатып жіберсем ба деп ойлап отырмын қазір осы тұрғанда. Білімге жасалған, қара, ақшаны адам білімге жұмсаса, ол ақша қайта еселеніп келетін ақшады.
сен оны карта ойнап мысалы ішіп жеп тастағаннан гөрі білімге ақша жұмсасаң ол ертең қайтады, еселеп қайтады. Инвестиция білімге, ғылымға. Курстың бағасы қанша сен? 9999-дан ғой. Арзан екен ғой. Арзан. Бауырым. Доступный бәрі.